Сәлеметсіздер ме оқушылар, орныңызға отырып жайғасамыз. Бүгінгі сабаққа сіздерге сәттілік тілеймін. Біздің ұлттық құндылығымыз, ұлттық аспабымыз домбыра. Осы домбыраның әсем сазымен, күмбірлеген үнімен біз бүгінгі сабағымызды бастауға арқау болып отыр. Бізге бұл домбыраның үні күш, жігер берді, я? Демек, осы біздің ұлттық құндылығымыз, домбырамыз бізде немен байланысты? Өнермен байланысты, я? Ал өнеріміз біздің мәдениетпен байланысты. Ендеше осындай өнермен талайды тамсандырып жүрген мәди сыныптастарыңызға өнерің өрге жүрсін деп рахметімізді айтамыз. Ендеше біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазіргі қоғамдағы мәдениет пен өнер құндылықтары. Дәптерімізді ашамыз, күннің ретін жазамыз, тақырыпты дәптерімізге түсіреміз. Бесінші қазан сынып жұмысы қазіргі қоғамдағы мәдениет пен өнер құндылықтары. Осы тақырып төңірегіндегі қол жеткізетін оқу мақсаттарымыз тыңдалым дағдысы бойынша, мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, өз біліміне сүйеніп тақырыпты жалғастыру, сұрақтарға жауап беру және оқылым дағдысы бойынша мәтіндегі негізгі ойды анықтау, көтерілген мәселеге баға беріп, мәліметтер мен пікірлерді өңдеу. Бағалау критериялары бүгінгі сабағымыздағы тыңдалған үзінділер бойынша болжам жасайды, өз біліміне сүйеніп тақырыпты жалғастырады, сұрақтарға жауап береді, мәтіндегі негізгі ойды анықтайды, көтерілген мәселеге баға береді, мәліметтер мен пікірлерді өңдейді. Ендеше оқушылар, сіздер сабақтың өн бойында алдарыңызда бағалау парағы берілген, адамгершілік, адалдық, құндылықты басты назарға ала отырып, әр орындаған тапсырмаларыңызды қасында қадамдары тұр, сол бағалау парақтарыңызға белгілеп отырасыз. Демек, сіз үзіндіні болжап, тақырыпты жалғастырып, сіз сұрақтарға жауап беріп отырсаңыз, өзіңіздің қасыңыздағы 1 балл деген балдық жүйеге плюс белгісін қойып отырасыз. Сабақ аяқталғаннан кейін сол бағалау парағы бойынша мен сіздерді бағалайтын боламын. Бүгінгі сабақтың өн бойында 10 балдық жүйемен сіздер бағаланасыздар. Енді оқушылар, сіздерге қазір стоп кадр әдісі бойынша бейне материалды көрсетемін. Тыңдалған, сіздер көрген бейне материалды мұқият тыңдайсыздар және де оны ары қарай жалғастыруға дайын болып отырасыздар. Тазарғың келсе театрға бар деген тәлімді тәмсіл бекер айтылмаса керек. Киелі өнер ошағының отын өшірмей, жыл сайын жаңа қойылымдар мен көрерменге рухани байлық беріп отырған еліміздегі театр ұжымдарын бүгінгі төл мерекелермен құттықтаймыз. Енді оқушылар, осы бейне материал ары қарай қалай жалғасу мүмкін? Кім қалай болжайды? Бұл бейне материал немен жалғасын табады? Кім жауап береді? Сая? Менің ойымша, бұл видеороликте театр мәдениеті мен театр өнері және театрдағы этикет туралы айтылады. Жақсы. Тағы кім? Нұркен? Меніңше, бұл жерде театрда болатын қойылымдар туралы айтылады. Қойылымдар жайында айтылуы мүмкін. Жақсы, Айзат? Менің ойымша, театрдың даму тарихы және нешінші жылдан бастап жұмыс жасап жатқан туралы айтылады. Жақсы, отырамыз. Тағы кім қандай болжау мүмкін? Не болу мүмкін? Кімдер жайында айтылуы мүмкін? Менің ойымша, бұл видеода театрға еңбек сіңірген әртістер жайлы айтылады. Жақсы, тамаша. Барлығымыз осы театрға еңбек сіңірген қойылым жайында, еңбек сіңірген әртістер жайында айтылуы мүмкін деп болжап жатырмыз, я? Ендеше ары қарай осы бейне материалды жалғасын көріп, не болатынын, қалай аяқталатынын тыңдайық, және де тыңдап қана қоймай, мұқият сұрақтарға жауап бере алатындай зейін қойып отырайық. Гүлбаршын Әбдіразаққызы 45 жылдан аса уақыт ішінде театрдың тұрақты көрерменіне айналған. Әсіресе Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрының әрбір қойылымын өткізіп алмауды ойлайды. 70 жылдары Мәскеуде білім алған бойжеткен театрға барғанды ұнатып, өнер адамдарымен араласуға ұмтылған. Осы уақытқа дейін көрген әрбір қойылымының мазмұны, актер шеберлігі жадында жатталып қалған. Жалпы мен көрермен болып, сол Москва театрларында қалыптастым. Үлкен театрдың бүкіл репертуарын тыңдадым, көрдім. Москваның керемет театрларының сол кездегі Таганка, Сатиры, Моссовет, МХАТ
Ленинский комсомол, современник театрларының бәрін көрдім. Сол кездегі ойнаған Ростислав Плят, Раневская, Тарасованы көріп үлгірдім. Гүлбаршын тәтені 20 жылдан артық уақыттан бері жақсы білем. Оның алдында да білетін тұғым, бірақ өзінің жанашырым ретінде менің бүкіл творчествомды жай көрермен ғана емес, зерттеп жүрген сауатты, көзі ашық, мәдениет танушы деп айтар едім мен ол кісіні. Қойылымның сәтті шығуы көрерменнің назарына, ықыласына тікелей байланысты. Себебі актерлер көрерменнің ерекше ықыласын байқаса, бар ынта жігерімен ойнауға тырысады. Тұрақты, мәдениетті көрермендер көп болса, театр деген құдіретті өнер де өміршең болмақ. Енді оқушылар, сіздер бейне материалды толық тыңдадыңыздар, ақпаратқа қанық болдыңыздар. Сіздерге қазір WordWall сервисі бойынша жүйелі сұрақ, ұтымды жауап берулеріңізді сұраймын. Қазір мен сіздерге ұяшықтарды көрсетемін. Ұяшықтардағы сұрақтарға жауап беруге дайын боламыз. Бірінші ұяшық: мәдениет пен өнер қоғам дамуының негізі деген пікірмен келісесіз бе? Гүлназ. Келісемін, себебі мәдениет пен өнер адам мен қоғамды санаттылық пен парасаттылыққа тәрбиелейді. Жақсы. Келесі сұрақ: қойылымның сәтті шығуы неге байланысты? Кім жауап береді? Ильяс. Менің ойымша қойылымның сәтті шығуы біріншіден режиссердан және екіншіден актердан тікелей байланысты. Актерға тікелей қатысты деп ойлайсыз, иә? Жақсы. Келесі тағы кім толықтырады? Гүлниза. Менің ойымша қойылымның сәтті шығуы ол көрермендерге байланысты. Себебі егер көрермендер ынтасымен тыңдап отса және де көріп отса, онда актерлар да одан шабыт жігер алып, оны жақсы шығуын қадағалайды. Жақсы шығуына себепкер болады, иә? Жақсы. Келесі сұрағымыз: оқушылар, театр күні неліктен халықаралық деңгейде атап өтіледі? Кім жауап береді, оқушылар? Себебі мәдениет пен өнер барлық жер жүзінде бар, сондықтан ол барлық жерде халықаралық деңгейде аталып өтіледі. Театр күні халықаралық деңгейде аталып өтіледі екен, иә? Жақсы. Келесі сұрағымыз: театрдан қандай тәлім тәрбие алуға болады? Лаура. Адам қоғамда өз-өзін ұстай білуге және біреудің еңбегін бағалауға үйренеді деп ойлаймын. Жақсы. Келесі кім толықтырады? Айзат. Толықтыра кететін жайт: адам төзімділік пен сабырлықты бойына сіңіреді және сөз қорын молайтады. Жақсы, жарайсың, Айзат. Келесі сұрағымыз, балалар: мәдениет дегенімізді қалай түсінесіз? Кім жауап береді? Гүлназ. Менің ойымша мәдениет деген ол жеке адамның өмір сүру мақсаты мен құндылық жүйесі, өмір сүріп жүрген ортасындағы қарым-қатынас. Осы қарым-қатынастың нәтижесінде қалыптасатын ерекше құбылысты менің ойымша мәдениет деп атаймыз. Жақсы. Гүлназдың ойын арқарай кім толықтырады? Нұрай. Мен Гүлназбен толықтай келісемін. Алайда менің ойымша мәдениет деген ол әрбір адамның діні, дүниетанымы, рухани байлығы деп есептеймін. Жақсы, тамаша. Керемет жауап. Орнымызға отырып жайғасамыз. Жақсы, оқушылар, енді тыңдалым мәтіні бойынша сіздер толық ақпарат алдыңыздар. Енді сол Гүлбаршын Абдыразаққызының айтуы бойынша соның пікіріне негізделген оқылым мәтінін сіздердің алдарыңызға ұсынып отырмын. Осы оқылым мәтінін оқуға сіздерге 2 минут уақыт беремін. Оқылым мәтінін оқып болғаннан кейін тапсырмалар орындайтын боламыз. Жақсы, оқушылар, уақыт аяқталды. Мәтін бойынша сіздердің қоятын сұрақтарыңыз бар ма? Түсінбеген сөздеріңіз бар ма мәтіннің ішінде? Жоқ, иә? Ары қарай енше тапсырмаға назар аударамыз. Сіздерге серпантин әдісі бойынша мақсатқа жету жолындағы мына тапсырманы ұсынғалы тұрмын. Мәтіндегі негізгі ойды анықтайсыздар әуелі. Ой анықталғаннан кейін көтерілген мәселені табасыздар. Табылған мәселеге өз бағаларыңызды бересіздер. Тапсырма орындаудағы қадамдарыңыз сіздер дескриптор, және де осы тапсырманы орындап болғаннан кейін бір-бірлеріңізді дескриптор бойынша бағалайсыздар. Уақыт сіздерге 3 минут.
Жақсы оқушылар, сіздерге берілген уақыт аяқталды. Ойды жинақтаймыз, тапсырмамызға бір қараймыз. Енді осы жұмысын кім таныстырады, кім сабақ айтуға дайын? Аружан. Менің ойымша, бұл жерде театр мәртебесі, яғни оның құндылығы сипатталуда. Театр әрқашан үлкен дәрежеде өнер болып табылған. Көтерілген мәселе. Театр тілін кез келген адам түсіне бермейді. Кейбірі мәтінде айта кеткендей, біреудің ықпалымен еріксіз келіп, қойылым үстінде шулап отырады. Алайда театр тілін түсінетін адам үшін қойылым ең басты, ең ерекше элемент болып табылады. Көтерілген мәселеге баға, расында қазіргі көрермен мәдениеті өзгешеленеді. Әрине, бұрында театрдың бағасын түсінбейтін адамдар болды, олар қазірде де бар. Оған қоса қазіргі уақытта технология өте жақсы дамыған. Соған байланысты театр құндылығы жоғалтуда. Жақсы, жаңа сіздерге оқушылармен айтқан болатын, бір-бірлеріңізді дискриптор бойынша бағалайсыздар деп. Аружанды бағалауға Айзат. Аружан дискриптор бойынша мәтіндегі негізгі ойды анықтап жазған, көтерілген мәселеге баға берген, көтерілген мәселені тапқан. Ұсынысым, көтерілген мәселедегі негізгі ойды сәл анықтап жазса. Жақсы, дегенмен ойын жүйелі, керемет етіп жеткізген, жарайсың Аружан. Келесі, Таңсары, жауабыңызды тыңдаймыз. Мәтіннің негізгі идеясы кейіпкердің, яғни Гүлбаршын Әбдіразаққызының театр өнеріне 45 жыл қызығушылықпен келуінде. Бұл жерде көтерілген мәселе қазіргі қоғам азаматтарының театр өнеріне қызығушылықпен емес, мәжбүрлі түрде келуінде. Бұл жерде көтерілген мәселемен келісемін. Себебі қазіргі таңда жастардың театр өнеріне деген қызығушылықтары өте төмендеп барады. Оның себебі ғаламтордағы түрлі желілердің адам ойын жаулап алуында. Менің ойымша, қазіргі спектакльдерді қазіргі заманмен байланыстырып қойса, онда жастардың, жалпы қоғамдағы адамзаттың оған деген қызығушылығы артады. Жақсы, керемет жауап. Енді Таңсарге бағалайды бізде Адель. Таңсары мәтіндегі негізгі ойды жақсы анықтаған, көтерілген мәселені айқын және оған жақсы баға берген. Таңсарыге келесі сабақтарда да осындай жақсы атсалысып отырса. Жақсы ұсынысты қабылдаймыз, үнемі белсенділік танытып атсалысып отырса деген ұсынысымыз бар екен. Жақсы, келесі Гүлназ. Гүлназдың жауабын барлығымыз мұқият тыңдап отырамыз. Кез келгеніміз дискриптор бойынша бағалауға дайын боламыз, оқушылар. Негізгі ой мәтіннің мағынасы біреулер үшін бұл жай ғана ойын сауық пен уақыт өткізу қарапайым спектакль болса, өнер мен театр әуесқойлары үшін бұл рухани даму және таңғажайып жаңа ашылулар. Басты мәселе мәдениет пен өнерге деген қызығушылықтың төмен болып, адамдардың көпшілігі өз еркімен емес, өтінішпен және мәжбүрлікпен келеді. Баға беру. Менің ойымша, егер сіздің қалауыңыз болмаса, және егер сіз бұл шедеврлік орындауды сезінбесеңіз, өзіңізді мәжбүрлеп отырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Оның орнына осы салаға деген қызығушылығыңызды оятып, өзіңізге осы сала бойынша жаңа мүмкіндіктер ашуға кеңес береді. Жақсы, Гүлназдың жауабын тыңдадық. Кім қалай бағалайды? Кім кері байланыс береді? Мағжан, мұқият тыңдадыңыз деген ойдамыз. Өз тапсырмасын жақсы орындаған, мәтіндегі негізгі оймен көтерілген мәселені жақсы тапқан. Және көтерілген мәселеге баға беріп, өз ойын толық жеткізді. Жақсы, Гүлназға мен бұлай деп айтар едім. Негізгі ойды көтерілген мәселені дұрыс тапқан, бірақ соңындағы анықталған мәселеге баға беруге келген кезде Гүлназ бізде өзінің ұсынысын, өзінің кеңесін беріп кеткен. Бізде тапсырмада негізі мәселеге баға беру керек еді. Дегенмен жауабыңыз тұшымды болды. Жақсы, жарайсыз. Жақсы оқушылар, сіздердің жауаптарыңызды тыңдадық, бір-бірімізді бағаладық. Енді сіздер жаңа ең бірінші сабақтың басталған кезінде тыңдалым мәтін тыңдаған болатсыздар, бейнеролик көріп, одан кейін оқылым мәтін оқыдыңыздар. Енді бүкіл сабақтың өн бойында алған ақпараттарыңызды жинақтай отырып, мақсатқа сай сіздерде ақпарат пен пікірлерді ажырата білу және пікірлерді өңдеу деген мақсат болған. Енді сол төңірегінде сіздерде Санжар мектеп оқушысының пікірі бар, Айдар театр көрерменінің пікірі бар, Саматтың 3-ші курс студенттің пікірі бар екен. Енді осы жердегі берілген пікірдің қайсысы ақпарат, қайсысы пікір және ол пікірді қалай өңдейсіздер? Сол бойынша жауаптарыңызды ортаға салсаңыздар. Кім бірінші Санжардың пікірін?
Таңсары. Қойылымның сәтті шығуына режиссер үлкен еңбек сіңіреді. Менің ойымша жастар мәдениетінің құндылығын түсінеді, тамақ жемейді, жалпы тәртіпті сақтайды деп ойлаймын. Менің ойымша бұл жерде қойылымның сәтті шығуына режиссер үлкен еңбек сіңіреді деген ол пікір. Ақпарат. Менің ойымша жастар мәдениетінің құндылығын түсінеді, тамақ жемейді дегеніміз бұл пікір. Және де менің алып қосар ойым, қазіргі таңда жастардың қызығушылығы жоғала бастағандықтан, жастар театрдың үстінде өздерінің тамақтарын ішіп, суларын ішіп отырады. Яғни тәртіп бұзған секілді сол өнерді бағаламаған көрініс көрсетеді деп айтасыз. Жақсы, бұл сіздің пікірді өңдегендегі ойыңыз. Келесі екінші, Ильяс. Айдар театр көрермені. Ең алғаш театр Қызылорда облысында ашылған. Театрға барар алдында мен ертерек дайындалып, кешікпей баруға тырысамын. Бірінші сөйлем бұл жерде ақпарат, екінші сөйлем ол пікір деп ойлаймын. Мен Айдардың пікірімен келісемін, өйткені мен театрға барар алдында ертерек дайындалып, екінші қоңырауға дейін кіруге тырысамын. Жақсы, тамаша. Келесі, үшінші Саматтың пікіріндегі ақпаратпен ажырататын. Жансая. Мәдениет ең алдымен жәдігерлік. Мұндай жерге мәдениетті түсінетін мәдениетті адамдар барады, сондықтан мәдениетті жоғары деп ойлаймын. Бұл жердегі ақпарат мәдениет ең алдымен жәдігерлік. Пікір, мұндай жерге мәдениетті түсінетін мәдениетті адамдар барады, сондықтан мәдениетті жоғары деп ойлаймын. Бұл жерге менің қосар ойым, пікіріңіз, мәдениетті адамдар ғана емес, барша адамдар бару керек. Неге? Себебі театрдан өзін қалай ұстану керек екенін қойылым арқылы біледі. Қойылым арқылы біледі. Және де сондай-ақ бағана бізде мәтінде кездесті ғой, кейбіреудің мәжбүрімен, тегін берілген билеттің салдарынан барып, сол жақта театрдың, яғни несін? Тәртібін бұзып жататындар болады. Яғни бұл жердегі Саматтың барлық адам ол жерде мәдениетті деген оймен келіспейміз деп айтады екенбіз. Жақсы, енді оқушылар арғарата сіздер алған ақпараттарыңызды шот толдау әдісімен, топтық жұмыспен сабағымызды жалғастырамыз. Бұл жерде, бұл тапсырмада сіздер алған білімдеріңізді мәдениет пен өнерге қатысты жақсы жақтарын, әлсіз тұстарын, мүмкіндіктерін және қауіптерін осы постерге топ болып жұмыс жасап қорғайтын боласыздар. Сіздерге берілетін уақыт 7 минут уақыт беріледі. Мына дескрипторды басшылыққа аласыздар. Енді топта сіздер бірінші топ мына жаққа жинақталасыздар, ойымызды жинақтаймыз. Екінші топ мына жерге жинақталамыз. Өйткені топқа жинақталған кезде сіздер бір-бірлеріңізге кедергі жасамау керексіздер. Яғни топтың басты ережелі бір-бірімізді тыңдаймыз, оқушылар. Жақсы оқушылар, сіздерге берген уақыт аяқталды. Топтар орнына жайғасты. Ендеше бірінші топ бойынша жұмысты кім қорғайды? Сот талдау әдісі бойынша. Таңсары мен бірінші топта Айзат, басқа. Ал қалған топтар, қалған оқушылар, осы кісілердің, осы оқушылардың жауаптарын мұқият тыңдаймыз және де бағалауға дайын болып зер салып отырамыз. Біздің топтың пайымдауы бойынша жақсы жақтарына өлең шығардық. Мәдениет пен өнерді құрметтеген театрда керемет күйге енем. Театр мен мәдениетті ұштастырған неткен жақсы қазағымда өнер деген. Театрға адамдар барар кемел, мәдениетті рухани күшке теңер. Осылай өркендеп дамып жатқан қазағымның өнеріне кәміл сенем. Біздің тобымыздың жазған әлсіз тұстары адамдардың ықпалымен қызығушылықсыз тегін билеттермен барып, басқаларға кедергі жасауы, этикеттің сақталмауы.
мүмкіндіктері рухани дамуға, білім көкжиегін кеңейтуге және мәдениетті сақтауға дағдылану, және де өзгенің өнерін бағалай білуге үйретеді. Ал қауіптері болашақта театр мәдениетінің күрт төмендеуі және жастардың шынайы көріністерге емес, фильмдерге деген қызығушылығының артуы. Жақсы, тамаша. Топтық жұмысын көрдік. Енді сіздер беретін баға. Лаура, топтың жұмысын бағалап өтейікші, дескрипторге назар аударамыз. Бірінші топ тыңдаған, оқыған мәтіндегі ақпараттарды жинай білген, пікірлер мен мәліметті ажыратып өңдеген, әлсіз тұстары мен жақсы жақтарын тапқан, жақсы жақтарын әсіресе күшті жазған, мүмкіндіктер мен қауіптерін жазған. Ал құсаны жоқ. Тағы бір ерекше айтып кететіні, бірінші топтың жұмысында біздің Таңсары ақынымыз сыныбымыздың өзінің керемет өлең жолдарын осы сабақтың өн бойында алған ақпаратты ескере отырып, жинақтай отырып, әдемі өлең шумақтар жазған екен. Жарайсың дейміз Таңсарыге. Орныңызға отырамыз. Келесі екінші топта топтық жұмысты бізде ортаға шығаратын спикер Жанай мен Нұрай. Жақсы. Екінші топтың жұмысы жақсы жақтары. Адам өз бойына жақсы қасиеттерді сіңіреді, яғни қоғамда өзін мәдениетті түрде дамытады, сөйлеу манерасын дамытады, білім көкжиегін кеңейтеді және рухани нәр алады. Әлсіз тұстары театрға біреудің ықпалымен баруы және тәртіп сақтамауы, жастардың ұйықтап тамақ жеп отыруы. Мүмкіндіктері қойылымды көрсетіп жатқан актерлар өзіне тәжірибе жинайды, жіберген қателіктерін қайталамауға ұмтылып, келесі қойылымда шығармашылығын дамытады. Қауіп. Театр өзінің құндылығын жоғалтуда. Себебі адамдардың театрға деген қызығушылығын азаюы, күрт төмендеуі. Және осылай жалғаса берсе, біздің мәдениетіміз құрдымға кетеді деп ойлаймын. Жақсы, екінші топтың жұмысын, сіздер барлықтарыңыз бірлесіп жасағандарыңызды, бой алмасқандарыңызды, барлық осы топтық жұмыстың нәтижесінде көрініп тұр. Енді екінші топтың жұмысын қандай кемшіліктер болды, қандай жақсы жақтар болды, кім бағалайды? Елжан. Мен екінші топты жақсы деген бағамен бағалаймын. Дескриптор толық орындап, ойларын жүйелі жеткізді. Жүйелі жеткізген, ұсыныс бар ма бізде екінші топқа? Ұсыныс жоқ. Әсіресе мына жерде мүмкіндіктер деген жерінде көбінесе театр қойылымдарында, актерларда қандай да бір қателік болып жатады, бір әттеген-ай деген тұстар болып жатады. Сол нәрсені айқындап көрсеткен екінші топтың жұмысына жақсы деген бағамызды береміз. Жақсы, жарайсыздар оқушылар, орныңызға отырып жайғасамыз. Келесі үшінші топта бізде топтық жұмыстың барлығын қамтып, қорғап алып шығатын оқушылар Адель, Амина. Келе қойыңыздар, тездетіп. Жақсы жақтары. Адамның жан қызығушылығын табуға, өзінің және өзгенің қызығушылығын құрметтеуге, мейірімділік пен сабырлыққа үйретеді. Оның әлсіз тұстары қазіргі уақытта көптеген адамдар, көбінесе жастардың театрға деген қызығушылығы жоқ, және мүмкін олар 21-ші ғасырға сай үлгідегі театрдың қойылымдарды қалайтын шығар деп ойлаймын. Мүмкіндіктері тәрбиелік мән береді. Әзіл-сықақ театрлары әзілмен қоғамда болып жатқан келеңсіз жағдайларда ұғындырады. Оның қаупі жақын арада адамдардың қызығушылығы азайған себебінен театр мәдениеті мен өнерінің қаупі бар. Мәдениет пен өнерге қызығушылығын адам алдында, халық, яғни адамдар алдында көрсете алмайды. Яғни айта кететін жайт, қазіргі жастар театрда қазіргі дамыған технологиямен орын ауыстыруда. Жақсы, үшінші топта өздерінің ойларын жақсы ортаға салған. Қарап отырсаңыздар, балалар, сіздерге берілген ақпарат бар, мәдениетке байланысты, өнерге байланысты, тыңдалымда, оқылымда мәтіні бірақ бір ерекшелік сіздердің ойларыңыздың ұшқырлығы, әр топтың мүшелері, әр топтың жұмысы әртүрлі бағытта, әртүрлі ақпаратта берген. Яғни сіздер бүгінгі сабақтан көп нәрседен ой түйді деген ойдамын. Енді үшінші топтың жұмысын бағалайды бізде кім? Аяулым. Мен үшінші топтың жұмысын жақсы бағалаймын. Олар дескриптор арқылы өз ойларын жүйелі жеткізді. Яғни дескриптордағы қадамдарды толық қамтыған деп айтамыз. Енді осы тұста тағы осы топтың жұмысындағы бір қандай ерекшелікке назар аудардық. Кім тапты? Таңсары.
Үшінші топтың жұмысы өте жүйелі жазылған, және де ең кереметі қауіпке күшті пікір берген. Себебі шынымен де қазіргі жастар театрға емес, көбіне технологияға, яғни фильмдерге, түрлі киноларға назарын салып жатыр. Жақсы, иә, сіздің де ойыңызды мен былай толықтырғым келеді. Балалар, отырамыз, таңсар жақсы. Балалар, бұл жерде теледидардан көрген, фильмді үйден отырып көрген әсер бір бөлек, ал театрдың алдына барып, театрдағы қойған актерлардың өнерін тамашалап, оны ішкі күймен сезініп, ондағы атмосфераны сезінген ол адамға бөлек не сыйлайды? Басқаша әсер сыйлайды. Сондықтан да бұл жерде жаңа қауіп болғанымен де жастар сол нәрсені сіздер түсіну керексіздер. Теледидарда көрген қойылым киноның әсері бір бөлек, ал тәлім тәрбие алуға мәдениет ошақтарына барып, ол жақтағы театр көрермендерінің, жалпы театр қойылымдарының, актерлардың өнерін бағалау, оны тамашалау, ол бір бөлек әсер. Сондықтан да алдағы уақытта сіздерді сондай мәдени ошақтарынан тәлім тәрбие алуға мен кеңес беремін сіздерге. Жақсы, екінші топ, үшінші топтың оқушыларына жақсы деген баға береміз, орнымызға отырып жайғасамыз, иә. Енді оқушылар біраз ақпарат алдық, ортаға ойымызды жүйелей салдық, иә. Ендеше біз сабағымыздың басын, бағана пердесін домбырамен ашқан болатынбыз, иә. Домбыраның сазды үнімен бастаған болатынбыз. Ендеше нағыз қазақ домбыра рефлексиясын сіздерге ұсынғым келіп отыр. Сабақ қызық болды ма, көңіліміз толды ма, тапсырмалар оңды ма, қиындықтар болды ма, алғыс айту оңды ма, біле білсек балалар, нағыз қазақ домбыра деген екен, иә балалар. Осы тұста сіздерге бұрынғы кезде ата-бабаларымыз қандай да бір жақсы жаңалық болсын, қандай да бір қайғылы хабар болсын, домбыраның екі шегімен жеткізген, иә. Ендеше бүгінгі сабақта қандай әсер алдыңыз, қандай жерде қиындық болды, осы өлең жолдарының өлең тармақтарымен жауаптарыңызды, кері байланыстарыңызды ортаға салсаңыздар, иә. Сая. Сабақ қызық болды ма? Иә, әрине бүгінгі сабақ өте қызықты болды, әсіресе топтық жұмыс маған өте ұнады. Жақсы, тағы қандай, кімге қандай қызық? Көңіліміз толды ма? Иә, көңілім толды, себебі сабақ өте қызықты өтті, және де барлық қойған мақсаттардың бәріне жеттік. Мақсатқа жеттік, тамаша, жақсы. Тапсырмалар оңды ма? Берілген тапсырмалар, Жанел. Тапсырмалар оңды, әр тапсырма өзінің деңгейінде орындалды, мақсат бойынша орындалды. Топтық жұмыстар ерекше болды, иә, бір-бірлеріңізбен пікір алмасып, ой алмасып, ортаға салып орындадыңыздар. Келесі, кім тағы? Өздеріңіз таңдай беріңіздер, қатарлар, Дана. Қиындықтар болды ма? Иә, қиындықтар болды, өйткені пікірлер өте көп болды, және олардың барлығын жазуға, бірге топпен жұмыс істеп, барлық ойларды жинақтау қиындау болды. Қиындау болды, иә. Тағы қандай кімге қиындықтар болды? Айзат? Өзіндік жұмыстың кезінде серпантин әдісінде қиындықтар орын алды. Иә, мәселені, көтерген мәселені табуда қиындықтар болды деп ойлаймын, иә. Әйтпесе негізгі ойды табуда бізде қиындықтар туындамайды деп ойлаймын, иә. Келесі. Алғыс айту оңды ма? Алғыс айту оңды, себебі бүгінгі тақырыпта, бүгінгі сабақта балалар белсенді қатысты, және топтық жұмыста Амина мен Әділге ерекше алғысымды айтқым келеді. Жақсы, тамаша. Тағы кім алғыс айтады? Ильяс? Мен бүгін Мәдиге алғыс айтқым келіп отыр. Өйткені сабақтың басында бізге күш мен жігер беріп, бізді рухтандырып жіберді. Жақсы, тамаша. Мәдиге алғыс айтып. Біле білсек, балалар нағыз қазақ домбыра, тағы да нағыз қазақ несімен нағыз қазақтығы болады екен? Мәдениетімен. Орнымыздан тұрып жауап береміз. Нағыз қазақ домбыра және нағыз қазақ біздің мәдениетіміз бен өнеріміз. Өнеріміз екен, тағы, иә, мәдениетті ұстанған, өнерді ұстанған адамдар бізде нағыз қазақ деп те айтады екенбіз. Тағы кім нағыз қазақ домбыра деп таниды осы сабақтан кейін? Нағыз қазақ қонақжай. Нағыз қазақ қонақжай, иә, жақсы қонақжай. Нұрай? Нағыз қазақ әрқашан рухани бай. Рухани бай, тамаша, жақсы. Тағы да тармақтар бойынша айтатын ойларыңыз бар ма? Таңсары? Мен бүгінгі өтілген ашық сабақта сізге рахмет айтқым келеді. Себебі бүгінгі тапсырмалар өте қызықты. Әрі өзімнің сыныптастарыма да рахмет айтқым келеді. Барлығымыз бірге белсене қатыстық, және де осылай әр сабақта белсенді болып отырайық. Иә, яғни бұл біздің ұсынысымыз, иә. Осы домбыра біздің ұлттық құндылығымызды, ұлттық қазынамызды, ұлттық аспабымызды арнайы осы соңғы 3 жылдықта Қазақстанда арнайы домбыра күні бар, иә балалар. Ол бізде қай күні?
бесінші, 7 емес, 5 шілде күні арнайы аталып өтіледі екен, бұл біздің мәдениетіміздің, өнеріміздің қазіргі қоғамда құнды екенін нағыз айқын бір белгісі деп біледі екенбіз. Ендеше сіздерге үлкен рахмет. Бағалау парағын мен қазір сіздерден жинап аламын. Сол бойынша бағаларыңызды күнделік кезекке қоятын боламын. Белсенді болған барлық оқушы алғыс айтамын.